Сәлеметсіңдер ме, ақылды оқушыларым? Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, суретке назар аударайықшы. Қалай ойлайсыңдар? Бұл ересек адам ба, әлде бала ма? Дұрыс айтасыңдар, ересек адам. Жақсы. Балалар, бұл Қуат ағай. Ол Арунаның әкесі. Бүгін Қуат ағайда демалыс. Ол балықты аулады. Нұра өзенінде балықтар көп екен. Балақайлар, біздің аймақта да Нұра өзені бар. Білесіңдер ғой? Тамаша. Кенет жел күшейді. Қанеге барлығымызда желдің дыбысын салып көрейікші. Ал енді сендер. Ал енді бірге айтайық. Жарайсыңдар. Міне қызық, желдің күшейгенінен Қуат ағайдың жанына көңілді балықтар жүзіп келіпті. Әр балық өзіңмен бірге бір сөз алып келіпті. Мен сөздерді сендерге оқып беремін. Ал сендер мұқият тыңдаңдар. Жаңа қандай дыбыс қосылып тұр? Соны ойластыра беріңіздер. Ау, алу, алуа, ару. Байқадыңыздар ма? Әрбір сөзде жаңадан желдің әні естіліп тұр. У деген дыбыс естіліп тұр. Демек біз бүгін у әрпімен дыбысымен танысамыз. Бүгінгі сабақта сендер у әрпімен дыбысының меңгересіңдер. У дыбысының дауысты және дауыссыз болатынын біле аласыңдар. Және де ертегі мазмұндауды үйренесіңдер. Балалар, суреттерге назар аударайықшы. Әрбір суретте у әрпі бар. Ту. Еліміздің туының түсі қандай? Дұрыс айтасыңдар, көгілдір. Ортасында ненің суреті бар? Жарайсыңдар, күннің суреті бар. Астында қыран құс, шетінде ұлттық оюлар. Ту сөзінде у дыбысы сөздің басында кездесе ме, ортасында ма, әлде аяғында ма? Жарайсыңдар, аяғында кездеседі. Келесі сөзді қарайық. Ау! Жаңа ғана Қуат ағай балықты қармаққа аулады. Ал кейбір адамдар ауға аулайды екен. Ау сөзінде у дыбысы ол да аяғында кездесіп тұр екен. Келесі сөзге назар аударайық. Науа. Науа деген сөзді естігендерің бар ма? Үй жануарлары науадан су ішеді екен. Я, жарайсыңдар. Науа сөзінде у дыбысы ортасында кездесіп тұр. Міне қызық балалар. Мынау сұрақ белгісіне назар аударайықшы. Біз осыған дейін өткен әріп пен дыбыстардың түсі біркелкі болатын. Дауысты болса қызыл түспен белгіленетін, дауыссыз болса көк түспен белгіленетін. Мынау у дыбысының бір сиқыры бар шығар. Ойланып көрейікші, қандай сиқыры бар? Ал мен сендерге бұл сиқырдың жауабын айтайын, балалар. У дыбысы дауысты да, дауыссыз да бола біледі екен. Мінеке қараңдар, дауысты да болады, дауыссыз да болады. Қай жағдайда у дыбысы дауысты болады? Қараймыз. Егер у дыбысының алдында дауыссыз дыбыс болса, у дауысты болады. Ту, аруна, алу. Егер у дыбысының алдында дауысты дыбыс болса, у дауыссыз болады екен. Науа, ау, алау. Жарайсыңдар балақайлар. Ал енді ертегі тыңдайық. Ертегінің аты «Үш жалқау». Ертеде бірінен бірі өткен ағайынды үш жалқау болыпты. Бар бітіргендері бас көтермей ұйықтай беру екен. Бірде үшеуі жолға шығыпты. Тоғай арасында келгенде мәуелі ағаш көлеңкесіне құсая кетіпті. Бірінші жалқау: Құдай, мына өріктер пісе екен депті. Екіншісі: ауызға келіп түсе депті. Үшіншісі: соны айтуға қалай ерінбейсіңдер депті. Мінекей балалар, біздің ертегіміз аяқталды. Ал енді ертегінің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақты мұқият тыңда. Ертегіде
неше ағайынды жалқау болыпты? Дұрыс айтасың. 3 ағайынды жалқау болыпты. Екінші сұрақ. Олардың қандай сүйіктісі болыпты? Дұрыс айтасыңдар. Жалқаулар ұйықтағанды жақсы көріпті. Жалқау деген сөзді басқаша қалай айтуға болады? Дұрыс айтасыңдар. Еріншек, жалқау. 3 ағайынды қай ағаштың түбінде демалды? Дұрыс айтасыңдар. Өрік ағашының түбінде демалды. Бірінші жалқау не депті? Есімізге түсірейік. Қанекей? Дұрыс. Мына өріктер піссе екен деп айтыпты, я? Жарайсыңдар. Екінші жалқау не деп айтты? Ой, аузыма келіп түссе екен деп айтыпты. Жарайсыңдар. Ал үшінші жалқау не деп жауап береді? Туф, осыны айтуға қалай шаршамайсыңдар деп айтады екен. Балалар, сендерге жалқаулардың жауабы ұнады ма? Менің оқушыларыма жалқаулардың жауабы ұнап тұрған жоқ. Көңіл күйлеріне қараңдаршы. Жалқаулық жақсы әдет пе? Әрине жаман әдет. Одан да сауатымызды ашып, күнделікті оқу керекпіз, жақсы сөздер айту керекпіз, бір-бірімізге көмектесу керекпіз, жалқау болудан аулақ болу керек. Сонымен балалар, есімізге сақтап қояйық. Оқи берсең, көзің ашылады. Отыра берсең, жалқаулық басынады. Жалқау емес. Еңбекқор болайық, ақылды болайық, білімді болайық, әдепті болайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.